Профилактика субъектлері девлетке чалышқанларының митинглері имза топлав акциялары. Қырымда Путинге қол тұтып тешвиқаты девам еті. Мартның 18-інде Русияде шке шымдыке президентіні ғайрыдан сайлайжақлар. Ишғалжілер хакимиеті сайлауларда референдум нәтижесіне ерішмеге есте. О вақыт Қырым татарлары референдумны бойкот еткен еді. Шымды есе ишғалжілер хайын шыққан Қырым татарларының вастасынен еркон репрессияларға оғыраған, ама әрбір бойсунмаған милетіні өз тарафына чекмеге есте. Давайте придем 18 числа на выборы и поддержим того, кого мы любим, кого ценим и кто является нашим спасителем. Қырым сакенлері сық-сық ешіткен чағарулар. Бір айдан Русияде президент сайлаулары олачақ. Сайлау бөліклері ишғал алтындағы ярымадада да açılacaqtır. Украинаның сабық мемурлары ең чоқ тешвиқат кечере. Соңғы 4 ел ішінде Қырымлы ишбірлікчілер сырасына базы Қырым татарларды қошылды. Я вас всех призываю все-таки ближним своим соседям, кого вы увидите, все-таки убеждать в том, что надо участвовать в выборах, прийти на участок. Значит, и, конечно же, сознательно, сознанием того, что, к чему все это может привести. Тешвихатчылар мектеп ве жәмелерде топлаша. Евлерге бармақтан да утанмай. Тешвихатчы каналлар ісе Қырымда Русия президентінің сайлауларына кеткен азырлық тедбірлеріні фаал суретте көстере. Путинге қол тұтқан эссас спикерлер арасында межлісінің сабық азалары бар. Фаал сөйлеріндан бұры ишбірлікчі муфтиола. Қырым татар иш адамлары да желпетілмеге башлады. Кремль есірлігінден азат етілген ескі саяси мабюс ақтемшегіз тешвихатчилев халардан біріні баха. Мы помним, как наш народ был един в те страшные годы. Тогда только сплоченность и взаимовыручка помогли нам выжить. Он что, не видит? Он гуляет по Ханскому, его сегодня уничтожают. Муфтий, который себя муфтием называет, находясь в святая святых в доме Аллаха, лжет. Просто лжет. Своим поведением оскорбляет весь народ. Наш народ очень мудрый, он действительно очень четко отличает правду от лжи, истинных героев от подлецов. Поэтому я точно знаю, наш народ этому террористу, царю Путину, России, уничтожающей, издевающейся над нашим народом, никогда это не простит. Сақ региональ межлесінің сабық рейсі ишғалының бірінші күнлерінде семедешлерінің үрметіні жойды. Жимат оны істемей, женазелерден үсе сатқын сөзлерінен құва. Искендер Белялов Русияге қол тұтқан қырымлыларға бармаға мәжбүр. Рейлерні одын ве аш беріп сатын алам. Владимир Владимирович Путин, большое ему спасибо. Дай Бог ему здоровья. Дай Бог. Вот. И вам тоже, как его, Искендер Акама, большое спасибо. Русия президентінің сайлаулары мартның 18-інде кечірілежек. Бүгін Қырымның Русияге қанунсыз қошылмасының 4-ші еллығыдыр. РБК агентлігінің мәліметіне көре тешвихатның ең сыжақ ноқтасы февраль-март айларына планлаштырыла. Қырым татар милли межлесінде сайлау бөліклерінде ақыл фикірлі инсанлар олма жағындан еминлер. Милли межлес рейсінің бірінші муавины Нариман Жилял еркун сайлавалды тешвихатны дыңлемеге ве көрмеге мәжбүр олған қырымлыларға мураджат етті. Я лично рекомендую посетить семью Эрвина Ибрагимова, посмотреть в глаза его родителям, а потом уже принимать решение. Увидеть родных, детей, родителей, наших политзаключенных, которых преследуют сегодня российские власти, а потом принимать решение. Никто не будет над вами давлеть, и вы, естественно, свободно определите свое поведение. Но я призываю вас подумать. Қырым татарлар Русияге олған мұнасебетіні да 4 елі велсі білдірді. Бұтын халық сөзде Қырым референдумыны бойкот еткені-ді. Реберген Қырым татарларының сайысы есе бенге біле етмеді деп хатырлата милли межлес. Ләкин ишғалжілерінің мәліматлары керчектен ұзақыды. Кремль сөзді референдумның нәтижелеріні Путиннің сайлауларында текрарламаға істесе де, дүния бұл сайлауларына
танымажақ. Украина дипломатлары ве Милли Межлис векеллері бұл меселені бұтын халқара мейданчықларда көтере. Авропа бірлігі ве Авропадағы қавсызлық ве иш бірлігі тешкілеті Қырымдағы Русия президентінің сәлявларына көзетежілеріні йолламажақларына бүлдіргенлер. Риана Асанова, Заман, АТР.